Ассалаумағалейкум қадірлі көрермендер, қайта қауыштық. Мен Ерсұлтан дәрігер. Бүгін біз тағы бір өте маңызды, өте нәзік тақырыпқа тоқталамыз. Көптеген ер адамды толғандыратын, бірақ ешкімге айта алмай жүрген мәселе. Ағайын достарына да, әйеліне де, тіпті дәрігерге де барғысы келмейтін мәселе. Үндемей жүре береді, ішінде сақтайды. Ал уақыт өткен сайын мәселе тереңдей түседі. Өзіне деген сенім кетеді, отбасылық тыныштық бұзылады. Қадірлі көрермендер, бүгінгі әңгімеміз тез бітіру мәселесі туралы. 6 негізгі себебі, мен сол себептерге қарсы 6 табиғи шешімі жайында толық сөйлесеміз. Мен сізге дәрі-дәрмек туралы айтпаймын. Мен сізге табиғи жолдарды, атадан қалған әдістерді, ғалымдар дәлелдеген шындықты көрсетемін. Қарапайым тілмен, ашық, шынайы. Алдымен бір нәрсені айта кетейін. Тез бітіру мәселесі ол ұялатын нәрсе емес. Ол өте жиі кездеседі. Ғалымдардың зерттеуі бойынша әр 3 ер адамның бірінде осы мәселе бар. Жасы келген ерлерде бұл сан одан да жоғары. Сондықтан сіз жалғыз емессіз. Миллиондаған ер адам осы мәселеге тап болады. Бірақ көпшілік үндемейді, жасырады. Ал шешім іздейтіндер ғана құтылады. Сіз осы видеоны көріп отырсыз. Демек сіз ақылды адамсыз, шешім іздейсіз. Бұл ер адамның даналығы. Енді мен сізге бір нәрсені түсіндіріп беремін. Тез бітіру дегеніміз не? Көптеген ер адам осы туралы дұрыс түсінбейді. Ғалымдар арнайы анықтама берген. Егер ер адам әйелмен қатынас жасағанда, кіргеннен кейін 1 немесе 2 минут ішінде бітіретін болса, бұл тез бітіру деп аталады. Кейбір ерлерде ол 1 минуттан да аз. Кейде тіпті қатынас басталмай тұрғанда-ақ бітеді. Бұл қатты мәселе. Бірақ есіңізде болсын, қадірлі ағайын. Әр ер адамның денесі бөлек. Біреудің қауіпті уақыты 10 минут, екіншісінікі 5 минут, үшіншісінікі 15 минут. Маңыздысы, өзіңіз бен әйеліңіз қанағаттанасыз ба? Қатынастан кейін екеуіңіз бақытты ма? Егер сіз әйеліңізді қанағаттандыра алмай жүрсеңіз, өзіңіз ұяттан жүрсеңіз, бұл шешуге тиісті мәселе. Тағы бір маңызды нәрсе. Бұл мәселе тек жас ерлерде ғана болады деп ойламаңыз. Жоқ, қадірлі ағайын. 40, 50, 60, тіпті 70 жастағы ерлерде де болады. Кейде жас кезінде болмаған, бірақ жасы ұлғайған сайын пайда болған. Кейде өмір бойы болған. Кейде тек белгілі бір кезеңде ғана. Себептері әртүрлі, шешімдері де әртүрлі. Енді 6 себептің әрқайсысын талдап көрейік. Әр себепті жақсылап түсіндіремін. Содан соң оған қарсы табиғи шешімді айтам. Асықпаңыз. Қажет болса видеоны кідіртіп қайта көріңіз. Жазып алуға болады. Бірінші себеп – жүйке тозуы мен мазасыздық. Қадірлі ағайын, бұл ең жиі кездесетін себеп. Тез бітірудің жартысынан көбі осы себептен болады. Ер адамның жүйкесі шаршаған. Жұмыста мәселе, үйде мәселе, балалар мәселе, ақша мәселе. Бәрі жиналып ер адамның иығына түседі. Күн сайын стресс, ұйқысы шала, аз көп жейді немесе аз жейді. Бәрі араласып, нерв жүйесі шаршайды. Енді осындай шаршаған адам қатынас жасайды. Денесі тыныш болу керек, ал ол үнемі дайындықта тұрады. Шамалы қозғалыстан-ақ нерв жүйесі толқиды. Қанша ұстамайын дегенімен қолынан келмейді. 1-2 минут, кейде одан да аз бітеді. Оның үстіне көп ер адам алдын ала қорқады. Тағы тез біткізіп қояйын ба деп уайымдайды. Уайымдай нағыз қатынас басталғанда нерв жүйесі мүлде шаршап кетеді. Бұл жабық шеңбер. Қорқу тез бітіруге әкеледі. Тез бітіру тағы да қорқуға келеді. Тағы бір нәрсе бар. Көп жас ерлер бала кезде асығып бітіруге үйренген. Үй ішінде ата-анасы келіп қалмасын деп асығып. Кейін бұл әдетке айналып кеткен. Дене солай үйренген. Енді жасы келгенде де, қалаған кезде де өзгерте алмайды. Бірінші шешім – нерв жүйесін тыныштандыру. Бұл өте маңызды. Мен сізге бірнеше тәсілді айтайын. Тыныс алу жаттығуын үйреніңіз. Бұл қарапайым, бірақ өте күшті тәсіл. Қалай жасайды? Терең тыныс алыңыз. Ауаны 4 секунд ішке тартыңыз. Содан соң 7 секунд ұстап тұрыңыз. Содан соң 8 секунд жайлап шығарыңыз. Осыны 5-6 рет қайталаңыз. Күн сайын таңертең және кешке жасаңыз. Бұл нерв жүйесін тыныштандырады. Қатынас алдында да жасасаңыз, өте пайдалы. Намаз оқыңыз. Намаз оқитын ерлерге айтамын. Намаз тек рухани азық емес, ол нерв жүйесінің дәрісі. Күніне 5 уақыт намаз ол адамды Алла тағалаға жақындатады, жүректі жеңілдетеді, нерв жүйесін тыныштандырады. Ғалымдар да бұған таң қалған. Намаз оқитын адамдардың стресс гормоны төмен болады. Дуа оқыңыз. Қажет болса арнайы дуа жаттаңыз. Қатынас алдында оқуға арналған. Атамыз, әжеміз бұндай дуаларды бекер айтып кетпеген. Олардың ішінде үлкен даналық жатыр. Зимбірлі шай ішіңіз. Зимбірді кесіп, бал қосып, лимонмен араластырып ішіңіз. Бұл нерв жүйесінің ежелгі дәрісі. Күніне 1 кесе жеткілікті. Шалфей деген шөп бар. Оны қазақ тілінде кейде есекмия деп атайды. Оны қайнатып ішіңіз. Ол да нервті тыныштандырады. Қатынас алдында асықпаңыз. Әйеліңізбен сөйлесіңіз, шай ішіңіз, бірге уақыт өткізіңіз, жүректі ашыңыз. Қатынас бұл жай дене жұмысы емес, ол екі адамның жақындығы.
Жақындықта асығу болмау керек. Қорқу мен уайымды тастаңыз. Әйеліңізге ашық айтыңыз. Менде осындай мәселе бар, бірге шешейік. Әйелдің көбісі сізді түсінеді, бірге шешуге тырысады. Жалғыз қинамаңыз өзіңізді. Екінші себеп тым жоғары сезімталдық. Қадірлі ағайын, бұл да жиі кездесетін мәселе. Кейбір ер адамдардың мүшесі тым сезімтал. Аз ғана түрткі жеткілікті толқу басталады, ұстай алмайды. Бұл туа біткен жағдай болуы мүмкін. Кейде жас кезде дұрыс күтім жасамаудан пайда болады. Кейде басқа да себептер бар. Сонымен қатар көп ер адам сезімталдықты дұрыс басқара алмайды. Қатынасты тек бір қалыпта жасайды, тек бір ритмде. Дене сол ритмге тез ереді, тез шиеленіседі. Тағы бір нәрсе, қатынас сирек болса, мүше өте сезімтал болып қалады. Дене аш отырғандай, бірден шарықтайды. Сондықтан кейбір ерлерде уақыт аралығы үлкен болса, тез бітіру жиі болады. Екінші шешім – сезімталдықты дұрыс басқару. Бірнеше тәсіл бар. Тоқтат пен бастат техникасы. Бұл өте белгілі, дәлелденген тәсіл. Қалай жасайды? Қатынас кезінде толқу шегіне жетіп қалғанда тоқтайсыз. Толық тоқтайсыз. Қозғалмайсыз. Терең тыныс аласыз. 20-30 секунд күтесіз, толқу басылғанда қайта бастайсыз. Осыны қатынас барысында бірнеше рет жасайсыз. Дене жайлап-жайлап ұстауға үйренеді. 1-2 ай тұрақты жасасаңыз, нәтиже көресіз. Қысу техникасы. Бұл да белгілі тәсіл. Толқу шегіне жеткенде мүшенің басын саусақпен қысасыз. 1-2 секунд. Толқу басылады. Содан соң қайта бастайсыз. Бұл әдістерді әйеліңізге де үйретуге болады. Ол сізге көмектеседі. Қатынас жиілігін реттеңіз. Тым сирек қатынаста зиян, тым жиіде зиян. Аптасына 2-3 рет қалып десеп, бұл денені үйретеді. Тым сезімтал болуын болдырмайды. Қалыпты өзгертіңіз. Үнемі бір қалыпта жасасаңыз, дене соған тез әсер етеді. Қалыпты өзгертсеңіз, дене жаңа сигнал алады. Үйреншікті ритмі бұзылады, ұстау оңайлайды. Әйел үстінде қалпы көп ерлер үшін ең тиімді. Себебі онда ер адам тыныш жатады. Бұлшықет аз ширығады. Кегел жаттығуын жасаңыз. Бұл өте күшті тәсіл. Қалай жасайды? Дәретке тоқтатқан кездегі бұлшықетті қысасыз, 10 санайсыз, босатасыз, қайталайсыз. Күніне 3 рет, әрбіреуінде 10-15 рет. 1-2 айда мүшенің бұлшықеттері күшейеді, ұстау қабілеті артады. Бұл ерлерге арналған құпия жаттығу. Қазір ғалымдар да оның тиімділігін дәлелдеді. Үшінші себеп – гормон теңдігінің бұзылуы. Қадірлі ағайын, бұл туралы көп ер адам ойламайды, бірақ ол өте маңызды. Денемізде көптеген гормондар бар. Олардың әрқайсысы өз жұмысын істейді. Тестостерон ерлік қуатты береді. Серотонин көңіл күйді көтереді, әрі қатынас уақытын ұзартады. Пролактин қатынастан кейін тыныштандырады. Дофамин рахатты сезіндіреді. Егер серотонин аз болса, тез бітіру болады. Егер пролактин көп бір болса, қатынас қызығы кетеді. Егер тестостерон аз болса, мүлде ерлік әлсіздік басталады. Бәрі бір-біріне байланысты. Гормон теңдігі неге бұзылады? Артық салмақтан, нашар ұйқыдан, стресстен, дұрыс тамақтанбаудан, темекі, алкогольден, дәрі-дәрмектен. Бәрі гормонға әсер етеді. Үшінші шешім – гормон теңдігін табиғи жолмен қалпына келтіру. Дәрі-дәрмексіз де көп нәрсе істеуге болады. Күніне 7-8 сағат ұйықтаңыз. Бұл ең маңызды. Тестостерон негізінен ұйқыда өндіріледі. Нашар ұйықтасаңыз гормон жетіспейді. Сағат 11-12-ке дейін жатыңыз. Жатын бөлме қараңғы, тыныш, салқын болсын. Ұйықтар алдында телефонды қарамаңыз. Тестостеронды көтеретін тағамдарды жеңіз. Жұмыртқаның сарысын ұмытпаңыз. Ол ерлерге арналған алтын тағам. Аптасына 7-8 жұмыртқа жесеңіз, гормон жақсарады. Жаңғақ, грек жаңғағы, бадам, фисташка, күніне 1 уыс жеткілікті. Балық, әсіресе майлы балық, аптасына 2-3 рет. Серотонинді көтеретін тағамдарды жеңіз. Серотонин ол көңіл күйдің гормоны, әрі қатынас уақытын ұзартады. Қандай тағамдар? Банан, ананас, ірімшік, жұмыртқа, жаңғақ, шоколад. Күн сайын осы тағамдардан бірдеңе жесеңіз, серотонин деңгейі көтеріледі. Йод бар тағамдарды жеңіз. Теңіз балығы, теңіз орам жапырағы, тұзды майлы балық. Йод қалқанша безіне керек, ал қалқанша без барлық гормондарды басқарады. Майды тастаңыз. Артық салмақ гормонның жауы. Іш майы әсіресе зиянды. Ол тестостеронды әйел гормонына айналдырады. Сондықтан іш майын азайтсаңыз, гормон теңдігі жақсарады. Темекіні тастаңыз, алкогольді тастаңыз. Бұл екеуі гормонды бұзады. Төртінші себеп – қан айналымының нашарлауы және мүшенің әлсіздігі. Қадірлі ағайын, бұл туралы көп айттық алдыңғы видеоларда. Бірақ оның тез бітіруге қалай қатысы бар? Ұқыпты тыңдаңыз. Кейбір ерлерде бұлай болады. Мүшеде қан жеткілікті көлемде емес. Эрекция жарты ғана, толық емес. Сондықтан адам қорқады. Эрекциям кетіп қалады деп. Сондықтан асығады. Тез бітіруге тырысады. Эрекциямыз кетпей тұрғанда қанағат алу үшін. Дене осы әдетке үйренеді. Кейін эрекция қалпына келсе де тез бітіру әдеті қалады.
Тағы бір жағдай бар. Қан тамырлары тарылған болса, мүше қанмен толық толмайды. Толық толмаған мүше тұрақты болмайды. Шамалы толқыдан ақ бітіреді. Дене тұрақты ұстап тұра алмайды. Төртінші шешім – қан айналымын жақсарту және мүшені күшейту. Көп тәсілдері бар. Күн сайын жарты сағат жаяу жүріңіз. Жаяу жүру қан тамырларын кеңейтеді, қан айналымын жақсартады. Мүшеге де қан көп келе бастайды. Эрекция мықты болады. Қызылша жеңіз. Қызылша қан тамырларын кеңейтеді. Аптасына 3-4 рет. Пісіріп жесеңіз де болады, шырынын ішсеңіз де болады. Анар жеңіз. Анар шырынын ішіңіз. Күніне жарты стакан анар шырыны мүше үшін табиғи дәрі. Сарымсақ жеңіз. Күніне 1-2 тіс. Қан тамырларын тазалайды. Зімбір ішеміз. Зімбірлі шай күн сайын өте пайдалы. Жаттығу жасамыз. Кегел жаттығу туралы айттым. Оған қоса аяқ бұлшықеттерін нығайтатын жаттығулар да жасаңыз. Отыру, тұру, басу. Аяқ бұлшықеті күшті, ер адамда мүше де күшті болады. Темекіні мүлде тастаңыз. Темекі мүшенің ең үлкен жауы. Әр тартқан темекі қан тамырларын тарылтады. Бесінші себеп – артық салмақ және дұрыс тамақтанбау. Қадірлі ағайын, бұл туралы да айттым. Бірақ тез бітіру тұрғысынан тағы тоқталайын. Артық салмағы бар ер адамда не болады? Біріншіден тестостерон төмен. Екіншіден эстроген, әйел гормоны жоғары. Үшіншіден қан тамырлары майға толы, тарылған. Төртіншіден қан қысымы көтерілген. Бесіншіден диабет даму қаупі бар. Барлығы бірігіп қатынас сапасына әсер етеді. Дұрыс тамақтанбау да зиян. Тез дайын тағам, чипсы, газдалған сусындар, көп қант, көп тұз бәрі денеге жинақ әсер етеді. Қаныңыз қою болады, қан тамырларыңыз ластанады, гормондарыңыз бұзылады. Бесінші шешім – салмақты реттеу және дұрыс тамақтану. Мен сізге қарапайым орындалатын ережелерді айтайын. Порциясын азайтыңыз. Бұл ең қарапайым әрі тиімді тәсіл. Бұрын бір табақ жесеңіз, жарты табақ жеңіз. Аштық сезіну керек емес, қанағат сезіну керек. Тоқ болғанша емес, тоқтық сезімі келгенше жеңіз. Кешкі тамақты ертерек жеңіз. Сағат 7-ден кейін ауыр тамақ жемеңіз. Қажет болса жеміс, қарақат, бір кесек кефир жеп қойсаңыз жеткілікті. Ақ нанды, макаронды, ақ күрішті азайтыңыз. Олардың орнына қара нан, сұлы ботқасы, қара құмық, арпа жеңіз. Қантты тастаңыз, шайға қант салмаңыз, бал салыңыз. Тәттілерді ұмытыңыз, орнына табиғи жемістер. Көкөніс көп жеңіз. Қызылша, сәбіз, орам жапырақ, помидор, қияр. Әр тамақпен бірге салат болсын. Балық жеміз. Аптасына кем дегенде 2 рет. Жұмыртқаны ұмытпаңыз. Күніне 1-2. Жаңғақ жеміз. Күніне 1 уыс. Су ішіміз. Күніне 6-7 стакан таза су. Шай, кофе емес, таза су. 1-2 айда салмағыңыз 5-6 килоға азаяды. Денеңіз жеңілдейді. Қатынас сапасы өзгереді. Тез бітіру мәселесі азаяды, немесе мүлде кетеді. Алтыншы себеп – психологиялық мәселелер және әйелмен қарым-қатынас. Қадірлі ағайын, бұл өте нәзік тақырып, бірақ айтуым керек. Кейде тез бітіру дененің мәселесі емес, жанның мәселесі. Ер адамның жүрегінде уайым бар, әйелмен арасында үйкеліс бар, өзіне сенімі жоқ. Бұның бәрі қатынасқа әсер етеді. Мысалы, ер адам жұмыста қиындықта, ақша мәселесі бар. Ол үйге келгенде де ол ой кетпейді. Қатынас жасап жатса да, миы басқа жерде. Дене мен ми бөлек жұмыс істейді. Дене толқиды, ми басқа ойда. Сондықтан ұстау қиындайды. Немесе ер адам әйелмен ренжіскен. Ішінде ашу бар, ренжіс бар. Ал қатынас ол махаббат пен жақындықты талап етеді. Ренжіспен қатынас жасау сапасыз қатынас. Кейде ер адам өзіне сенімсіз. Мен жақсы күйеу болмаспын, әйелім менен қанағат таппайды, мен жеткіліксіз ер адамын деп ойлайды. Осы ойлар миды улайды. Дене де солай реакция жасайды. Алтыншы шешім – психологиялық тазалық. Бұл өте маңызды. Әйелімізбен ашық сөйлесіңіз, жасырмаңыз мәселеңізді, маған көмектес деп айтыңыз. Әйелдің көбісі ер адамды түсінеді, бірге шешуге тырысады. Жалғыз қинамаңыз өзіңізді. Жұмыспен үйді бөліп қойыңыз. Үйге келген кезде жұмыс ойларын тастаңыз. Әйелге қарап күліңіз, балалармен сөйлесіңіз, тыныш отырыңыз. Жұмыс ойы үйде орын алмасын. Әйелімізбен қарым-қатынасты жақсартыңыз. Тек қатынасты ойлап қалмаңыз. Бірге уақыт өткізіңіз. Шай ішіңіз, серуендеңіз, әңгімелесіңіз, бірге кино көріңіз. Жақындық ол тек төсекте емес, күнделікті өмірде қалыптасады. Күнделікті жақын болсаңыз, төсекте де жақын боласыз. Өзіңізге сенім ұялатыңыз. Сіз қадірлі адамсыз. Сізде көп жақсы қасиет бар. Әйеліңіз сізді сүйеді, басқаша болса үйленбес еді. Балаларыңыз сізді сыйлайды, достарыңыз сізді бағалайды. Өзіңізге кінә тағуды тоқтатыңыз. Дін мен рухани азықтан көмек алыңыз. Намаз оқыңыз, Құран тыңдаңыз, дуа жасаңыз. Алла тағалаға жақын болған адамның жүрегі тыныш болады. Тыныш жүректі ер адам қатынаста да тыныш болады. Қажет болса психологқа барыңыз. Қазір көп жақсы маман бар.
Олар сізге құпия түрде көмек береді. Жасырын болады, ешкімге айтылмайды. Бұдан ұялудың қажеті жоқ. Психологқа бару ол ақылды ер адамның ісі. Енді қадірлі көрермендер, мен бүгінгі видеоның соңына жақындап келе жатырмын. Бірақ соңғы өте маңызды кеңестерді айтайын. Біріншіден, шыдамды болыңыз. Бұл мәселе бір күнде шешілмейді. Бір айда да, кейде 2-3 айда да шешілмеуі мүмкін. Бірақ егер сіз тұрақты түрде жоғарыдағы кеңестерді орындасаңыз, нәтиже міндетті түрде келеді. Көп ер адам бір апта ұстайды да нәтиже көрмесе тастайды. Ал нәтиже көру үшін уақыт керек. Дене жаңа әдетке үйрену үшін уақыт алады. Екіншіден, 1-2 айға шыдап жасап көріңіз. Өзгеріс болмаса дәрігерге барыңыз. Кейде тез бітірудің астында жасырын аурулар жатуы мүмкін. Простата мәселесі, гормон ауруы, инфекция. Дәрігер тексеріп көреді. Керек болса дәрі жазып береді. Бірақ алдымен табиғи жолдарды толық қолданып көріңіз. Үшіншіден, әйеліңізді ұмытпаңыз. Қатынас ол тек ер адамның мәселесі емес, ол екі адамның жұмысы. Әйеліңізге қандай қатынас ұнайтынын сұраңыз. Оның қажеттіліктерін біліңіз. Жай ғана дене жұмысын жасап бітіріп қойсаңыз, әйел қанағат таппайды. Әйелге уақыт керек, нәзіктік керек, сүйіспеншілік керек. Қатынас алдында сүйіңіз, сөйлесіңіз, бір-біріңізге назар аударыңыз. Қатынас барысында әйеліңіздің сезіміне көңіл бөліңіз. Бұл мәселе шешімінің жартысы. Төртіншіден, тыныс алуды үнемі жаттығыңыз. Күн сайын таңертең 10 минут, кешке 10 минут. Терең, баяу тыныс алу. Бұл нерв жүйесін тыныштандырады, өзіңізді ұстауды үйретеді. Бір айдан кейін өзіңіздің денеңізді басқара білетін боласыз. Бесіншіден, қозғалысты ұмытпаңыз. Күн сайын жаяу жүру. Аптасына 2-3 рет жеңіл жаттығу. Кегел жаттығуы күн сайын. Қозғалмалы ер адам, мықты ер адам. Қадірлі ағайын, енді мен сізге жүректен бір сөз айтайын. Мүмкін сіз қазір осы видеоны көріп отырып, ұялып жатырсыз. Мүмкін бұл сіздің ең жасырын мәселеңіз. Ешкім білмеген, ешкімге айтпаған. Бірақ сіз жалғыз емессіз. Миллиондаған ер адам осы мәселемен бетпе-бет келеді. Олардың көбісі шешім тапты, өмірлерін өзгертті, тамақтануын реттеді, спортпен айналысты, әйелімен ашық сөйлесті. Сіз де солай жасай аласыз. Бұл мәселе ол өміріңіздің соңы емес, ол өзгерудің басы. Көп ер адам осы мәселе арқылы өмірін толығымен жақсартты. Темекіні тастады, салмағын азайтты, жаттығу жасады, тамақтануын дұрыстады. Нәтижесінде тек тез бітіру мәселесі ғана шешілді емес. Бүкіл денсаулық жақсарды, көңіл-күй көтерілді, отбасында тыныштық орнады, өмір сапасы артты. Сондықтан бүгінгі сөздерді есте сақтаңыз. Бірден бәрін бірге жасамаңыз, жайлап-жайлап бастаңыз. Бірінші апта тыныс алу жаттығуын бастаңыз. Күн сайын таңертең 10 минут, кешке 10 минут. Екінші апта кегел жаттығуын қосыңыз. Күніне 3 рет, әрбіреуінде 10-15 рет. Үшінші апта тамақтануды реттеңіз. Қантты тастаңыз. Тез дайын тамақтан бас тартыңыз. Төртінші апта әйеліңізбен ашық сөйлесіңіз. Мен өзімді жақсарту үшін жұмыс істеп жатырмын деп айтыңыз. Осылай қадам басып жүрсеңіз, 1-2 айда нәтиже көресіз. Кепілдік беремін. Қадірлі көрермендер, видеоны соңына дейін қарағанымыз үшін зор рахмет. Бұл видео сіздің өміріңізге жақсы өзгеріс әкелсе, лайк басып қойыңыз. Каналыма жазылыңыз. Мен сізге арналған тағы көп пайдалы видеолар дайындап жатырмын. Пікір қалдырыңыз, өз тәжірибеңізбен бөлісіңіз, басқа ағайынға көмек болады. Досыңызға, ағайыныңызға, туысыңызға осы видеоны жіберіңіз. Көп ер адам осы мәселемен жасырын күресіп жүр. Сіздің жіберген видеомыз олардың өмірін өзгертуі мүмкін. Олардың отбасына тыныштық әкеле алады. Аман болыңыздар, денсаулық толы болсын, отбасыңыз тыныш болсын, жүрегіңіз жеңіл болсын. Алла тағала барлығымызға жақсы денсаулық, қуанышты өмір, тату отбасын бере көрсін. Келесі кездескенше қош болыңыздар. Мен Ерсұлтан дәрігер. Қайта кездескенше.